Сәлем достар, менің бұл видеом бірінші видеом. Достар, менің бұл видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бастаймыз. Біріншіден біз үйлер таңдаймыз да осы үйге кіреміз. Енді осы уақыт өтсін. Өтті. Все, өтті. Енді біз осында жүреміз. Енді өзімізді шығарамыз. Өзімізді шығарып болған соң, бізде осындай күшті жер шығады. Енді біз бұл жерде біз, яғни қазір сыйлық аламыз. Және осы бізде Новый год күнінде сыйлық аламыз, яғни көптеген балалар, көптеген аналар сыйлық алады. Енді достар, біз үй таңдаймыз өзіміздің үйге. Біз мынандай жерге кіреміз. Бұл әрине бөпелердікі. Енді осында кірдік. Бұл шетте былай қарай қазір жүреміз. Қазір бұл шет бізге ұнамады, бірақ. Енді бізде басталды. Мына шетке кіреміз қазір. Кіреміз. Кірдік. Енді біз мұна уақытты күтеміз. Міне біз келдік. Енді біз бұлай қарай қазір жүреміз. Не болды? Шығып кеттік. Достар, шығып кеттік. Енді күтеміз. Енді шығып өзі үйге кіреміз да осыны жайғастырамыз. Достар, енді бұған лифтке қоямыз бұны. Лифтке қойылмайды, бірақ мынаны ішін ашамыз. Тоқта. Қазір бүйтіп көреміз. Мынаны қоямыз біз осында. Күшті болып қалды, достар. Енді біз мынаны аламыз. Енді мына шетке барып, біз даланы көреміз. Дала күшті болып тұр екен. Енді біз мынаны апарып тастаймыз да, мынаны жауып ашамыз. Тоқта, мынаны ашайық. Аштым, ішінде сүртетін шықты. Енді бұл сүртетінді біз тамақ жейтін жерге қойып қоюымыз керек. Яғни асханаға қойып қоюымыз керек. Енді бұл ашылмайды екен. Бұл жай сондай сурет екен. Ал бұл өте үлкен шықты. Бұны жүргізе алмайды екенсің. Жай орында тоқтап тұра береді екен. Енді мынаны төбеге апарайықшы. Төбеге менің ұйықтайтын жерлерім бар. Сол ұйықтайтын жерлеріме қояйын. Орын бар ма, жоқ па? Новый год жақындап келеді екен. Мынау менің екінші сыйлығым. Бұл екінші сыйлығым маған қатты ұнады, өйткені бұның ішінде киімдер өте көп. Мен осы видеоны қатты жақсы көремін, сондықтан видео түсіремін. Осындай өте ұзын ақ қала бар, және Аяз Атаның шаңғысы бар, достар. Енді біз лифтке көтереміз. Енді қазір лифтке көтереміз. Енді астыға түсіп, мынаны көреміз. Подаркке айналды. Мына подаркты ашпаймыз. Сөйткені бұл подарктың ішінде бір сиқырлы зат болу керек. Біз бұны келесі видеода ашамыз, бірақ қазір мынаған берейік. Екеуінде. Нашетте екеу шығардық. Неге әртүрлі түстісі шықпайды? Енді мынаны нашетке қойып аламыз да, мынаны бүйтіп неға қоямыз, подарктерді ішіне саламыз. Мына тұра берсін. Ал енді мынаны саламыз. Да, осылай саламыз. Салдық. Ана кішкентайды салмай-ақ қоямыз. Лифтке сыймайды екен. Неге лифтке сыймайды? Өйткені ол дәу болып кеткен. Еще сыйлықтардың бәрі дәу. Сондықтан біз өзіміз лифтке көтерілейін дедік.
Енді біз лифт ашып осында жүреміз. Енді біз осылай жүреміз да мына сыйлықты көреміз. Міне осындай паутинаның ішінде осындай қорқынышты заттар. Маған қатты ұнады. Күшті екен. Енді біз бір үйге кіреміз. Көршіміздің үйіне, яғни. Қай шетке кірсек болады, достар? Міне осындай паркке кіреміз. Міне күттік. Енді бұл паркте біз қазір адам шығарамыз. Осындай әдемі болып шықты. Міне адам шығарайын деп жатырмыз. Екі үлкен шықты. Әпкем мен мен. Әпкем екеуміз жүреміз. Ал менің әпкем қайда? Менің әпкем мұнда тұр. Мен біреудің әпкесін шатастырып алдым. Өйткені менің әпкем. Енді достар, біз аяқ киім аламыз. Аяқ киімнен біз қайсысын алсақ болады? Мына алтынды аламыз ба? Алтынды алайық, достар. Мынаны ішіне саламыз. Бәрін шашпай ішіне салып қою керек, достар. Енді мынаны істеміз. Салдық. Енді мынаны шығарамыз да осының ішіне мынаны қайсын салсақ болады? Мұның ішіне ойланамыз. Осын салайық. Енді біз бұны жауып мынаны аламыз да мына алтынды мынаған саламыз. Енді біз мына алтынды мен өзім аламын. Әпкем мынаны алады. Мынандай подарок алады. Өйткені менің әпкем сондай аяқ киімдерді қатты жақсы көреді. Ал мен осындай алтын аяқ киімдерді жақсы көремін. Енді достар, бітеміз. Мынаны аламыз да мынаны ауыстырып, мынаны қоямыз. Так, осыған саламыз. Немесе аяғына кигізе саламыз. Осылай аяғын әдемі қылдық. Әпкемнің енді мен өзімнің аяғыма кейін. Мен де аяғым әдемі болып қалды. Сау болыңдар. Ақшасын біз бәңгіде төлегенбіз. Енді осыны күтейік. Мінекей ашылды. Енді біз бұған бір үйге кіреміз. Яғни ол күшті үйге. Міне сабаққа кіреміз. Біз сабақтан күшті боламыз. Өйткені бізге сабақ керек. Енді біз балаларды бұлай тоқтатуымыз керек. Яғни сабақ айтылатыр болу керек. Ал апайы оларға түсіндіріп жатыр, балалар. Достар, енді мынаны мында қоямыз да, енді адамды жасаймыз. Міне адам шығарылды. Адамымызды орынға отырғызамыз. Неге отырылмайды? Той бір. Жарайды. Бізге орындығы сыймайды екен. Подруга, кеттік. Апай, кешіріңіз, бізге орындық сыймайды. Жарайды, сау болыңдар. Енді осылай шықтық. Енді біз сосына көруіміз керек. Біз бір үйге кірдік. Яғни бұл кішкентайлар ойнайтын жер. Бізде бұл шетте кішкентай қыз жоқ. Жай осындайлар бізде, бірақ кішкентай қыз жоқ. Сондықтан біз қазір бір қыз жасайтын боламыз. Сондықтан жасаймыз. Қазір мына шетте ұл отыр екен. Бізде қазір адам кішкентай қыз жасаймыз. Міне бұл менің әпкем мен өзім. Енді кішкентай қыз жасаймыз. Бұны кішірейтеміз осылай. Және де бұған әртүрлі заттар таңдаймыз. Шаштан таңдаймыз. Шаштан біз мына шашты таңдайықшы. Осы шаш маған қатты ұнап тұр. Енді бұл шашты біз
қандай түске боясақ? Қызыл түске бояйық, бірақ бізде мынандай қызыл түс бар екен, осы қызыл түске тұра берсін. Енді біз моншақтан таңдаймыз, бұл жерде моншақ жоқ, енді сумка таңдайық. Сумка, алқа дегендер таңдаймыз. Осыны алқа мойнымызға киеміз. Енді бізге сумка керек. Аю таңдайық. Осы бізге қатты ұнап қалды аю. Енді біз куртка киеміз. Жоқ, бірінші біз көйлек киіп аламыз. Енді біз көйлегімізді, қайсы көйлек? Жоқ, достар, мен бұл көйлекті бірақ кигім келмейді. Менің өзімнің күшті көйлегім бар.